Баршаңызға қайырлы күн. Кешкі ауызашарға бар жоқ 2 ғана жұмыртқадан тұратын өте дәмді болып шығатын пирог дайындаймыз. Әрі дайындау жолы да өте оңай, уақыты көп алмайды. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Қантымызды салып венчикпен араластырамыз. Бізге ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Дәл осылай венчикпен араластырамыз. Қантымыз аздап ергенге дейін араластыруымыз қажет. Кейін үстіне жылы бөлме температурасында тұрған айранымызды құямыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. 1 шай қасық разрыхлитель саламыз. Кейіннен сұйық майымызды құямыз. Міндетті түрде әр қоспаны қосқан сайын араластырып тұру қажет. Және де ең соңында ұнымызды бірден салмай, аз-аздан сала отырып, венчикпен араластыра тұрамыз. Бірден салсаңыздар, арасында түйіршіктер қалып кетуі мүмкін. Сондықтан аздан сала отырып, араластыруымыз қажет. Жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Түйіршіктер қалып кетпесін, мұқият болыңыздар. Араластырып болғаннан кейін сіздер кез келген формаға салып пісірсеңіздер болады. Мен өзінің формама тефлоновый коврикті қойдым. Сіздер қалауынша пергамент қағазын төсесеңіздер болады, не болмаса форманы өзін майлап қамырды құйсаңыздар болады. Менде осындай тікбұрышты форма. Қамырымызды салып болса жаямыз жан-жағына қарай. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез дайындалатын пирогтардың бірі. Оразаларыңыз қабыл болсын, астарыңыз дәмді болсын.